Баяғы өткен заманда бір бай болыпты. Бай қайырымсыз, қатал екен. Қол астындағы жетім бала ала таңнан тұрып ел жатқанша еңбек етсе де, бай жоқтан өзгені сылтауратып, оны қамшының астына ала береді екен. Күндердің күнінде бай баланы базардан күріш алып келуге жұмсайды. Көк базарда не жоқ десеңші? Тәтті тоқаштың иісі мұрын жарады. Самсаған өрік, мейіз, қауын, қарбыз, ол базарда ұзақ аралайды. Бір уақытта қожайынның тапсырмасы есіне түседі. Тиісті күрішін сатып алады. Күнде кешкіріп қалыпты. Бала қала шетіндегі қожайынның үйіне жеткенше асығады. Кенет бір кембағал бейшара алақанын жайып: «Балам, қайырым етші, бірнеше күннен бері ашпын» дейді жалынып. Қайыршыны аяп кеткен бала қолындағы дорбасын бере салады. Бай балаға: «Күріш қайда? Неге келмедің?» деп айқай салады. Бала меңгірлеп күрішті аш-жалаңаш қайыршыға бергенін түсіндіреді. Бай оны есінен тандыра сабайды да қамап тастайды. Бір мезгілден соң бала есін жияды. Айналасы жап-жарық, өзі айдалада жатыр екен. Жанында баяғы қайыршы отыр. Қолында бір дорба күріші бар. «Тұр, балам, егін егетін уақыт болды» дейді қайыршы. «Менің егін егетін жерім жоқ» дейді бала. «Мына жерге еге бер» дейді қайыршы, өзен жағасындағы кең алқапты және өгіз жегіліп дайын тұрған соқаны нұсқап. Бала атып тұрып іске кіріседі. Жер жыртып, күріш егеді. Талмай күтіп, суғарады. Күріш піскенде төкпей шашпай жинап алады. Сонда баяғы қайыршы: «Балам, мен сені сынаған едім. Одан аман өттің. Саған жолыққан бақ едім. Батамды бердім» депті де ғайып болыпты. Сөйтіп, жетім бала маңдай терімен еңбек етіп, өмір бойы жоқшылық көрмей өткен екен.